Сәлем достар, сіздердің сұраныстарыңыз бойынша бүгін қол созған үміт немесе «Не отпускай мою руку» түрік сериалында өзі дана, сөзі сара, жолы дара Фериде Әженің рөлін керемет сомдаған түрік актрисасы Серай Gözler туралы видео дайындадым. Олай болса, көруді бастамас бұрын видеоға лайк басып, қоңырауды басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал кеттік ендеше. Серай Gözler 1961 жылы 27 қыркүйекте Түркияның Адана қаласында дүниеге келген. Актриса Мимар Синан атындағы бейнелеу өнері университетінің театр факультетін бітірген. Серай Gözler осы уақытқа дейін көптеген фильмдер мен телехикаяларға түскен. 1986 жылы ол танымал түрік телехикаясы Патша сайранда алғашқы дебютін жасады. 63 жастағы актриса Супераке фильміндегі Шуле, шетелдік күйеу фильміндегі Хайрия және Мәжбүрлі күйеу фильміндегі Севим абла рөлдерімен өте танымал. Талантты актриса өз елінде көптеген наградалардың иегері. 2002 жылы Кактус гүлі фильміндегі рөлі үшін ең жақсы комедиялық актриса ретінде Афифе Джалех театрының жүлдесін, ал 2011 жылы 212 фильміндегі рөлі үшін Исмет Кунтай театрының ең жақсы актрисасы номинациясын иеленді. 2018 жылдан 2019 жылға дейін ол «Қолымды жіберме» немесе «Қол созған үміт» телехикаясында Фериде Челеннің рөлін сомдады. Серай Gözler актриса ғана емес, Стамбул мемлекеттік театрының бас режиссері, яғни үлкен өнер ұжымын басқаратын білікті басшы. Сонымен қатар әртүрлі спектакльдерде де ойнайды. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, Серай Gözlerдің жолдасы да өнер адамы. 1992 жылы мемлекеттік театрдың әртісі Сайдам Энияймен бас қосқан. Олардың Еге есімді ұлы бар. Достар, актриса туралы бар ақпарат осындай. Келесіде Сумру туралы видео шығарсам, қалай қарайсыздар? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.